Әпке, қазақ драматургиясының жауһары. Дулат Исабековтің бұл шығармасы бауырмалдық, жанқиярлық және отбасы құндылықтары туралы сыр шертеді. Қамажай әпке ғана емес, ана орнына ана. Ол өз өмірін бауырлары үшін арнап, олардың болашағы үшін күреседі. Бірақ өз бақыты ше? Ол туралы ойлауға оның уақыты бар ма? Темірбек қайратты, әділ, бірақ қызуқанды. Ол әпкесінің қамқорлығын түсінгенімен өз мінезінен аса алмайды. Омар ғалым, философ. Ол әлемге ақыл көзімен қарайды, бірақ әпкесінің тағдыры оның жүрегін ауыртады. Ермек үйдің кенжесі. Оның пәк күлкісі үйдің жылуын сездіргенімен, Қамажайдың жан азабы оның бала көңіліне беймәлім. Нәзила турашыл, өткір, мінезді мұғалім. Ол өз жолын тапқанымен отбасындағы қиындықтарға көз жұма алмайды. Камила Темірбектің сүйгені. Ол еркін, ешкімге тәуелсіз, өз пікірін қорғаудан қайтпайтын мінезді жан. Бірақ оның өмірге көзқарасы өзгелерден ерекше. Хабен Қамажайды сүйген жігіт. Бірақ Қамажай бауырлар үшін өз өмірінен бас тартты. Әпке өмір жүгін арқалаған жанның тағдыры, қара шаңырақтың отын сөндірмеу үшін өз бақытына қол соза алмаған жанның шынайы бейнесі. Мен сені түсінемін, Хабен. Бірақ амалым не? Үйдегі төртеуі өз жөндерін таппайынша мен өз басымның қамын ойлауға хақым жоқ. Қазақ әдебиетінің інжу маржаны әпке, отбасылық құндылықты бағалай білейік.